Ан-Ниса сүресі 6-12 аяттар. Қамқорлықтарыңа алған жетімдер отбасын құратын жасқа келмей тұрғанда оларды сынап көріңдер. Ақыл естерінің толып жетілгенін байқасаңдар, дүние мүліктерін өздеріне тапсырыңдар. Олардың тым жастығын пайдаланып, қанағатсыздық жасап, ақыларын жемеңдер. Егерде қорлық жасаушы дәулетті адам болса, жетімдердің үлесіне соғанақтықпен қол сұқпасын. Ал егерде ол кедей болса, әдептен аспай тиістісін ғана алсын. Олардың дүние мүліктерін тапсырған кезде жетімдердің көзінше куәгерлерді қатыстырған жөн. Алайда қандай есеп қисап болмасын, Алланың куәлік етуі жеткілікті. Ата-анасының немесе жақын туған туыстарының қалдырған мұрасынан ер азаматтардың алатын азды көпті еншісі бар. Сол секілді әйелдердің де өздеріне тиесілі еншілері бар. Қалдырылған мұраның жалпы көлемі көп болсын, аз болсын, әр еншілердің жеке пайызы анық есептеулі. Егерде мұра бөліскен кезде қастарыңда туыстарың, өзге де жетім жандар және кедей кепшіктер болса, оларға да сол дүниеден үлес беріңдер және жылы-жылы сөз сөйлеңдер. Әркім-ақ өз өмірден өткен жағдайда артында қалдыратын қорғансыз жас сәбилеріне қалай жанашырлықпен қараса, жетім қалған балаларға да сондай қамқорлық жасасын. Алланың қаһарын туғызудан қорықсын да өзінің берген уәдесіне берік болсын. Ақиқатын айтсақ, жетімдердің мал мүліктерін зұлымдықпен жегендер қарындарын отқа толтырылғанмен тең. Түбінде олар жалындаған тозақ отына кіреді. Қайтыс болған мұсылманның артында қалған балаларының мұрагерлігі жөнінде Алла бұлай деп бұйырады. Ата-анасының қалдырған мұрасындағы бір ер баланың үлесі екі қыздың үлесімен тең. Егерде марқұмның қыздары екіден көп болса, онда оларға барлық мұраның 3/2 тиесілі. Ал егерде мұрагер болып артында бір ғана қыз қалса, онда оған мұраның тең жартысы беріледі. Қайтыс болған адамның артында бала қалса, онда оның туған ата-анасының қайсысы мұраның 6/1 ғана алады. Ал егерде баласы болмай, ата-анасы ғана қалса, мұра соларға қалады да шешесіне оның 3/1, одан қалған түгелдей әкесіне тиеді. Ал туған бауырлары бар болса, шешесіне дүниенің 6/1 ғана беріледі. Бұндай үлес марқұмның өсиеті бойынша берілетін төлемдері төленіп, мойнындағы қарыздары өтілген соң жасалады. Пайдасы жағынан сендерге әке-шешелерің мен балаларыңның қайсысы жақынырақ екенін Алланың парыз еткен үкімдерінен артық біле алмайсыңдар. Ақиқатын айтсақ, Алла бәрінде білуші, даналық иесі. Егерде әйелдерің қайтыс болып артында бала қалмаса, оның мирастық дүниесінің тең жартысы сізге тиесілі. Ал егерде олардан бала қалса, онда марқұмның өсиеті бойынша төленетін ақылары төленіп, мойнындағы қарыздары өтелген соң, сізге мұраның 4/1 беріледі. Артыңыздан перзент қалдырмай қайтыс болсаңыз, өсиетіңіз бойынша төленетін ақыларыңыз төленіп, мойныңыздағы қарыздарыңыз өтелген соң, қалған дүниенің мүліктің 4/1 жесірлеріне тиесілі. Арттарынан ұрпақ қалған жағдайда жесірлерің мұраның 8/1 ғана алады. Егерде марқұмның ол не еркек болсын, не әйел болсын, бәрібір көзі тірі әке-шешесі немесе өздерінен тікелей ұрпағы болмай, тек шешелері жағынан өгей бауыры немесе әпкесі я болмаса қарындасы қалса, әрқайсысына қазынаның 6/1 бөлігі табыс етіледі. Ал артында қалған сондай дәрежедегі туыстық бауырлары көп болса, мұралық дүниенің 3/1 бөлігі барлығына тең бөлінеді. Әрине бұл рәсімдер марқұмның қалдырған өсиеттері бойынша төлем ақылары төленіп, мойнында
парыздар өтілген соң ғана мұрагерліктің ешқайсысын ренжітпей жасалынатын парыз. Алланың үкімі осы. Алла бәрін де білуші, даналық иесі.